Көрнекті жазушы, этнограф, тарихшы Зейнолла Сәніктің 90 жылдық мерейтойы атап өтілді. Таң шапағындай талып жеткен жарық сәулесі кейде ғасырлар түнегін жарып өтеді. Қазақ даласының үнсіз көмбесінде жатқан, талай тарихтың көмейін ашқан, шежірелі шындықты сөзбен кестелеген тұлғалар сирек туады. Сондай рухани шамшырақтың бірі Зейнолла Сәнік еді. Ол тарихты тасқа емес, жүрекке қашап жазған зерделі жан. Ұлты үшін ұйықтамай ойланған, халқы үшін жалықпай қалам тербеген, бір басына бірнеше рухани миссияны сыйғызған қаламгер. Қытай қазақтарының арасынан шыққан бұл айтулы азаматты біз тек жазушы деп қана танысақ, тар өлшемге байлап алған болар еді. Зейнолла Сәнік этнограф, шежіреші, әдебиетші, зерттеуші һәм мұра сақтаушы. Ол жазған қазақтың қилы тарихи, қазақ халқының философиялық ой пікірлері, қазақ шежіресі сынды еңбектері бір ғана адамның емес, бір ұлттың жадын оятқан, тамырын тереңнен тартып, бүгінге дейінгі жалғаған рухани көпір. Әр кітабы сарғайған тарихтың қойнауынан суырылып шыққан шындықтың саусағы. Зейнолла Сәніктің шығармалары өз тарихының қайталанбас қолтаңбасы. Әр жолы үміт қылған есімдер, естеліктерді тірілткен шырақ сәулесі. Зейнолла Сәніктің қаламынан туған әр туынды ұлт жанының шамшырағы. Оның прозасы мен пәлсапасы өзара астасып, өткеннің көлеңкесін бүгінге ілестіріп әкеледі. Ол үшін тарих тек оқиға тізбегі емес, тірі ағзадай тілсіз сөйлеп тұрған рух. Сондықтан да ол қазақтың көшпелі өркениетінен бастап, шежірелі рулары және мен билердің тағдырына дейін түгендеуге ұмтылды. Ол ұмытылған тағдырлардың жоқшысы. Елден елге ауып, ертеңіне алаңдаған көшпелі қазақтың көз жасы мен үмітін, күңіренген даланың күрсінісі мен үніне айналған тұлға. Есімдері беймәлім билердің, шерменде батырлардың шерге толы заманның үнін сол ескі жазбалардан емес, жүректен іздеп, сөйтіп жүрегімен жазды. Кейбір адамдардың өмірі бір ғұмыр болса, Зейнолла Сәніктің өмірі бір ұлттың рухани ғұмыры еді. Оның дүниеден өткені тәннің тоқтауы ғана, ал ойы мен сөзі қалдырған мұрасы тірі. Тіріден де тірі. Себебі ол ұрпақ жадында, кітап сөресінде, ұлт руханиятының алтын көмбесінде қалды. Зейнолла Сәніктің мерейтойы Қазақстанның түкпір-түкпірінде атап өтілуде. Бүгінгі таңда Семей қаласында сөз ғұмыры атты байқауға Қостанай өңірлік университетінің студенттері де қатысып жүлделі орындарға ие болды. Бүгінде біз ұмыт қалдырған ата сөзін, байырғы дәстүрді, көне дүниетанымды оқығымыз келсе, Зейнолла Сәніктің кітаптарын ашамыз. Өйткені онда біз іздеген ұлт бар, біз аңсаған рух бар. Өзі айтқандай, тарих ата бабамыздың ізі, рухымыздың негізі болса, сол тарихты түгендеген жан Зейнолла Сәніктің өзі еді. Ол кетсе де сөзі қалды, сөзі қалса ұлтының үні қалды, ал ұлт үні мәңгі өшпейді. Қазақтың бай салт дәстүріне, өнері мен әдет ғұрпына қандасымыздың қосқан үлесі зор. Зейнолла Сәніктің шығармалары тарих сахнасында мәңгі сақталды.